Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен сендерге бүгін қонаққа сендерге ертегі оқып бергенге келдім. Сендер ертегі жақсы көресіңдер ме? Ал олай болса, сендер ертегіні мұқият тыңдаңдар, жарай ма? Мен сендерге бүгін алтын жұмыртқа ертегісін оқып беремін. Баяғы өткен заманда бір шал мен кемпір болыпты. Олардың жалғыз бір тауығы болыпты. Күндердің күнінде тауық жұмыртқа туады. Жай жұмыртқа емес, алтын жұмыртқа туады, балалар. Алтын жұмыртқаны шал алады да, ары ұрады, бері ұрады. Жұмыртқа жарылмады. Шал ары ұрды жұмыртқаны, бері ұрды. Жұмыртқа жарылмады. Енді не істерлерін білмей отырған кезде үстелдің үстіне бір тышқан жүгіріп келіп, құйрығымен жұмыртқаны қағып кетіп жерге түсіріп, жұмыртқа жарылып қалды. Шал мен кемпір мұңайып, жылап отырғанда тауық келеді. Сендер мұңаймаңдар, сендер уайымдамаңдар. Мен сендерге жұмыртқа тағы туып беремін. Бірақ алтын емес, жай жұмыртқа туып беремін дейді. Балалар, тауық қандай жұмыртқа туады екен? Жай жұмыртқа туады екен, Тамаша, балалар. Мұқият тыңдағандарыңа рахмет.